Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен 5-6 есептен бастап шығаратын боламыз. 5-6 есеп. Онда бізге теңсіздік берілген. Осы теңсіздікті үш тәсіл арқылы дәлелдеуіміз керек. Бірінші тәсіл ол теңсіздіктердің қасиеттері бойынша дәлелдеу. Яғни бұл жерде мысалы теңсіздіктердің қасиеттерінде біз мына берілген теңсіздіктен екі жағынан да бірдей санды қоссақ болады, немесе бірдей санды азайтып жіберсек те болады. Мысалы мына бірінші жағдайда, мына жағдайда біз екі жақ бөлігінен де азайтып тастайық, екі абыны. Екі жақ бөлігінен де екі абыны азайтып тастаймыз. Сонда бізде не шығады? Мұны бізде қысқаша көбейту формуласын береді, а минус б-ның квадратын береді. Ал мына жақта екеуі қысқарып кетіп, жойылып кетіп, нөлді берді. Сонда мына кез келген екі санның айырмасының квадраты ол нөлден үлкен, немесе нөлге тең болуы мүмкін. Нөлге тең болады, егер а мен б бір-бірге тең болса. Ал басқа жағдайларда бұл екі санның айырмасының квадраты всегда нөлден үлкен болады деген сөз. Себебі өздеріңізде кез келген санды алып көріңіздер. Мысалы, а мен б-ның орнына 3 пен мысалы 2-ні алып көріңіз, квадраты бізден нөлден үлкен. Немесе 2 мен 3-ті азайтып көріңіз да, квадраттан сол нөлден үлкен болады. Минус 1-дің квадраты нөл. Кез келген санның квадраты ол нөлден үлкен сан болады деген сөз. Енді екінші тәсіл ол кері жору. Яғни бізде мына теңсіздігіміз мынандай түрде деп ойлап көрейік. Яғни екі абыдан кіші деп. Бұл жерде де біз екі жақ бөлігінен екі абыны азайтып тастайық. Сонда мынау барлығы бізде, мына үшеуі бізде а минус б-ның квадратын береді. Ал мына жақта 0 болды. Жаңа айтқанымыздай, мына біздің кез келген санның квадраты бізде 0-ден үлкен ғой, ал мына жерде қарсы шығып тұр, 0-ден кішкентай деп тұр. Бұл дұрыс емес, яғни жауабы бұндай бола алмайды екен. Сонда мына а квадрат қосылған б квадрат ол үлкен немесе тең екі абыға деген нәрсе шығады. Біз өзіміздің айтқанымызға мындай қарсы жорып көрдік, сонда қате шешім шықты. Сонда біздің кері жору тәсілі арқылы теңсіздіктің дұрыс екенін дәлелдедік. Мынандай теңсіздіктің орындалатын. Енді үшінші тәсіл ол тірек теңсіздіктер арқылы дәлелдеу, яғни бұрын дәлелденіп қойған теңсіздіктер арқылы. Мысалы, а квадрат ол 0-ден үлкен немесе тең. Б квадратты дәл солай 0-ден үлкен немесе тең. Жаңа айтқанымыздай, кез келген санның квадраты 0-ге тең болып қалуы мүмкін. Мысалы, егер а бізде 0 болатын болса, б 0 болса ғана тең болады. Ал басқа жағдайларда 0-ден үлкен болады квадраты. Енді сонда а квадрат қосылған б квадрат ол үлкен абыдан деп тұрмыз, сонда бізде мына жердегі а квадрат, мына санымыз 0-ден үлкен сан болса, мына да 0-ден үлкен болса, мына өрнегіміз бізде, яғни қосында 0-ден үлкен болады, немесе оған тең болады деген сөз. Енді осы жерден біз осы теңсіздіктен, мына теңсіздіктен екі абыны азайтып тастайық. Немесе екі абыны қоссақ та болады. Қосайық, давайте. Екі абыны қосыламыз. Сонда мынау бізде а плюс б-ның квадратын берді. А мына жағы бізде екі абыны берді. Яғни бұл жерде жаңа айтқанымыздай тағы да екі санның қосындысының квадраты всегда бізде 0-ден үлкен немесе екі абыдан мына жағдайда үлкен болып тұр. Енді келесі есепке көшейік. 5-7 есеп. Егер а 0-ден үлкен болса, дискриминантымыз бізде 0-ден кіші болса, онда мына теңсіздік орындалатынын дәлелдеңдер дейді.
нөлден үлкен болады дейді. Біз білеміз, егер аның мәні нөлден үлкен болса, онда мына теңсіздіктің негізі графигі функция ретінде қарастырсақ, бұл функцияның графигі парабола болады. Ал енді аның мәні мына жердегі нөлден үлкен болса, онда тармағы жоғары қараған парабола болады. Жоғары қараған. Сонда бізде мына парабола тұр, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай. Мына параболаның тармағы жоғары қарайды деген сөз. Мен де сызып көрейін. Ал енді бізде дискриминант нөлден кіші болса, біз x-дің мәндері жоқ деп кететін едік, мына x мәні жоқ деп. Яғни x мәні жоқ деген сөз, мына параболаның тармағы мына x өсінен былай өтпейді деген сөз. Былай өте алмайды дегенді білдіреді. Ал өте алатын болса, мысалы, бізде мына өрнектің мәні нөлден үлкен бола бермейді барлық жағдайда. Себебі мына жақта қарасаңыздар, мына нүктеде y-дің мәні неге тең болып тұр? Мынаның барлығы жалпы y-ге тең болады ғой, x квадрат плюс bx қосылған с. x-дің қандай да бір мына мәнінде, мына жердегі x-дің мәнінде y-дің мәні нөлден кіші сан болып тұр. Яғни мына жерде нөлден кіші сан болып кетті. Яғни бізде x-іміз табылатын болса, яғни дискриминант нөлден үлкен болса, онда мынандай белгілі бір OX өсінің белгілі бір жерден параболаның тармақтары қиып өтеді. Не мына жерден қию мүмкін, не былай қию мүмкін. По-любому бізде қиып өтеді. Сол кезде OY өсінде Y-дің теріс мәндері шығады екен. Ал бізге онда теріс мән емес, оң мән шығатынын дәлелдеңдер деп тұр. Егер дискриминантымыз бізде нөлден кіші болса. Енді жаңа айтқандай, дискриминант нөлден кіші деген сөз, ол OX өсін мына жерді, мына сызықтан мүлде қимайды. Және тармақ жоғары қараған, яғни мына жерде былай өтуі мүмкін, былай өтуі мүмкін деген сияқты. То есть, қандай да бір с нүктесіне қиып өтеді, міндетті түрде. Мына жақта тұрса да, бірақ әйтеуір тармағы былай қиып өтеді деген сөз. Немесе мына беттен сызуы мүмкін, бірақ с нүктесінде y-дің жаман болып кетті ғой. Қиып өтеді деген сөз. Сонда бізде мына өрнегіміз, теңсіздігіміз орындалады. Всегда нөлден үлкен болады деген сөз. Бұл теңсіздіктің нөлден үлкен болуы, жаңа айтқандай, y-дің мәндері нөлден үлкен болады деп тұр. Яғни мына жерге сәйкес келеді, мына y мысалы бұл нөлден үлкен, мына y мынаған сәйкес келеді, бұлдан нөлден үлкен. Мына x-імізге сәйкес келетін y, бұлдан y бар мысалы, олдан нөлден үлкен болып тұр. Яғни всегда бізде нөлден үлкен мәндерді аламыз y бойынша. 5-8 есеп. Бірінші есеп x квадрат қосылған x қосылған 2 нөлден үлкен дейді. Бірінші аны таулайық. Бізде бірге тең. Яғни бір деген сан нөлден үлкен, демек тармағы жоғары қарайды. Дискриминант табамыз. 2-ның квадраты 4 азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген с-ның мәні 2. Сонда 8, 4-тен 8 азалсақ минус 4. Яғни дискриминант нөлден кіші болып кетті. Дискриминант нөлден кіші деген сөз, онда мына теңсіздіктің мәні нөлден үлкен деген сөз. Өйткені біз дәл осы нәрсені жоғарыда дәлелдеп қойдық. Екінші, y квадрат минус 6y плюс 10 осы нөлден үлкен дейді. Ол үшін аның мәні таулайық. Аның мәні бірге тең, ол нөлден үлкен, демек тармағы жоғары қараған деген сөз. Параболаның дискриминант табамыз. Минус 6-ның квадраты 36, азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген 10. Сонда 36-тан 40-ты азайтамыз, минус 4. Бұл жерде дискриминант кіші нөлден болып қалды. Тармағы жоғары қараған болса, онда біздің параболамыз ол 10 деген нүктеде өтеді да бұл. Сонда мына жер 10 болса, осыдан былай өтеді деген сөз. Ал мына жақта 2-ден өтеді.
бірақ ой сөз қимайды мүлде. Былай өте тең сөз. Ал енді үшінші есебіміз. Үшінші а квадрат плюс аб плюс б квадрат үлкен нөлден. Бұл жерде де бізде аның мәні, мына жерде тұрған аның мәні 1 деп алсақ. 1-ге тең болып тұр, ол нөлден үлкен, иә. Ары қарай дискриминант табатын болсақ, аб-ның бұл жерде біз коэффициент ретінде б-ны коэффициент ретінде қарастырамыз да, ал а-ны айнымалы ретінде қарастырамыз. Сонда біз мына айнымалыға тиіспейміз, коэффициент мына б деп есептейміз. Сонда б квадрат аз айтылған 4 көбейтілген, аның алдында 1 бар, көбейтілген б квадрат. Мына санымыз б квадрат, ол с деген коэффициенттің орнында тұр. Б квадрат. Сонда б квадратты айтамыз, 4б квадрат, ол минус 3б квадратты береді. Ал енді минус 3б квадрат, ол бізде 0-ге тең болып қалса, мысалы 0-ге тең болуы мүмкін, ол б-ның орнында. Мәніміз бізде 0 болса, яғни б 0 болса, онда мынаның бәрі 0-ге тең болады. Ал дискриминант 0-ге тең деген сөз, онда бізде параболаның тармағы жоғары қараған, бірақ ғана нүктеге ой өсін бір ғана нүктеге қиып өтеді деген сөз. Не былай, немесе былай деген сияқты. Немесе былай. Яғни мына ой өсімен тек қана ортақ бір ғана нүктесі болады дегенді білдіреді. Бұл жағдайда міне бір ортақ нүкте болады. Нүкте ой өсімен. Ал егер осы нәрсеміз бізде 0-ден кіші болса, яғни б бізде 0-ден үлкен, б квадрат 0-ден үлкен болады ғой. Кез келген санның квадраты 0-ден үлкен болады. Онда бізде мына теңсіздік орындалса, яғни 0-ден кіші деген. Демек, дискриминантымыз 0-ден кіші болса, аның мәні 0-ден үлкен болса, онда тармағы жоғары қараған парабола болады деген сөз. Ол кезде ой өсімен қиылыспайды. Қиылыспағаны себептен мына теңсіздік орындалады. Енді келесі. Төртінші. А квадрат минус аб плюс б квадрат 0-ден үлкен. Бұл жерде де аның мәні бізде 1-ге тең, а коэффициенті 0-ден үлкен деп. Бұл жерде де аны айнымалы ретінде көреміз да, б-ны коэффициент ретінде. Сонда минус б-ның квадраты б квадрат, 4 көбейтілген 1 көбейтілген б квадрат. Бұл жерде де минус 3б квадрат шығады. Бірақ жаңағы есеп сияқты болды. Минус 3б квадрат ол 0-ге тең болып қалған жағдай болса, яғни б бізде 0-ге тең болса, ғана онда тура жаңағыдай ой өсін бір ғана нүктеге қиылып өтеді. Бір ғана нүктеге қиылып өтеді деген сөз. Бір ғана нүктеге қиғанмен по-любому ол жерде мына теңсіздік орындалады. Себебі қандай нүктеде қимасын, ой өсін, мысалы минус 2-де қиямын, 2-де қиямын. Бірақ егертеріне назар аударсаңыздар, бізде егер координаталар всегда 0-ден жоғары жатыр, яғни 0-ден жоғары жатыр деген сөз, мына теңсіздік орындалады деген білдіреді. Ал енді 0-ге тең емес, 0-ден кіші болса, яғни б квадрат бізде 0-ден үлкен болса, мына 10 санды теріс санға көбейтсек 0-ден кішісін шығады. Ол кезеңде бізде графигіміз ой өсіне қиылыспайды. Былай. Тек ой өргөзімен қиылысатын бір график шығады деген сөз. Онда мына теңсіздік орындалады дегенді білдіреді. Осымен біздің бұтылың есептері аяқталды. Ертең бұйырса
А тобының есептері аяқталды. Б тобының есептерін талдайтын боламыз. Видео сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.